Сәлем достар. Қалдарың қалай, жақсы ма? Шахмат сабақтарын қарап жүрсіңдер ме? Бүгін практикалық сабақ болады. 5+0 форматында блиц ойнаймыз. Менің алғашқы көрермендерім болатын болса, көріп отқан міндетті түрде каналға жазылып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Не істейміз? Ондеше кеттік, бастаймыз. 5+0 форматында жіберіп көрейік. Бізді кім қабылдайды екен? Так, бізді мистер Трол Илкар дейді. Нигерияның азаматы қабылдады екен. Нигерияның ойнап жатыр. Көрейік. Жарайды, орталыққа таласамыз. Так, 5 минут өте көп негізі шахматта. Сондықтан асықпаймыз. Ең максималды жақсы ходтар жасауға тырысамыз. Қарсыласымыз өте құпты ойнауда. Так, бұл жерде енді мені бұзу мүмкін ғой олар. Сол себептен мүмкіндік бермейміз. Жарайды, максималды центрді аламыз. Қорықпаймыз еш нәрседен. Қазір пешкіні қайтаруға тырысамыз. Так, олар менің пешкіме шабуыл жасауда. Сол себептен мен ол пешкіні максималды түрде қорғаймын. Так, асық ойлау керек. Так, пешкіні бұзуды бастады. Ол дегеніміз қауіпті. Так, жарайды, бұл жерде не істей аламыз біз? Бізге сұрақ слонын шығармақшы. Так, біз не істей аламыз? Егер қуып жіберетін болсақ, бұзатын болсақ, олар бізге шабуыл жасау мүмкін. Сол себептен біз ұзын рокировкаға кетеміз. Осымен қызық болады деп ойлаймын. Әрине олар жейді. Менің ана пешкімді ұту үшін біз оған мүмкіндік бермейміз. Сол себептен шабуылды бастаймыз қапталдардан. Так, қарсыласымыз дұрыс шабуыл жасамаған сияқты. Сондықтан бұны пайдаланатын мүмкіндік болып тұр. Так, бұл жерде не істей аламыз енді? Біз сұрақ туындайды. Егер мен атымды алдыға қарай жіберетін болсам, әрқашан жеуге мүмкіндік болады. Қуып жіберетін болсам, жарайды, пешкімен қапталдардан шабуылды бастаймыз бізде. Так, ат шықты. Енді біз бастаймыз арғарайғы шабуылды, күшейтеміз. Пешкілермен олар енді алу керек, алмаса өте қауіпті. Пешкілер шауып келе жатыр. Так, енді ойлану керек бұл жерде. Мынандай ход жасай алмайды, слон әрқашан жеп шығады, сондықтан әзірге оларда шабуыл жоқ. Сол себептен максималды түрде шабуылды ұйымдастырамыз. Так, бұл жерде енді не істеуге болады бізге? Так, слонды шығаруға болады. Одан кейін бізге еще атты қосуға да болады. Так, уақыт кетіп жатыр, ойлану керек. Енді олар қазір бұзуды бастайын деп жатыр, бұза берсін, қорқатын түгі де жоқ. Атымды алдыға шығарып ал. Жарайды, атты шығарайық. Пока әзірге шабуылмен шығамыз бір пешкіге. Көрейік, қарсыласымыз не істейді екен, қалай қорғанады екен. Ол пешкіні қорғауда оңай емес. Ферзьмен қорғай қиын, слонмен сол себептен қорғады максималды түрде. Енді бұзатын болсам, олар мені жесе. Мына жердегі слоныма қауіп төніп тұр. Сол себептен мен оны бір қорғап алсам ба деймін. Немесе слонымды алып кетсем. Так, бізде қандай мүмкіндіктер бар бұл жерде?
қарау керек. Жарайды, слонды алып кетейік. Өйткені мына жаққа алып кетейін десем, мына пешкені жеп қояды екен, сол себепті мына жерге алып кеттім. Енді бұзуды бастап көрсек болады. Так, қызық болып жатыр. Мына слонды жеу керек. Так, атпен жеді. Енді пешкімен қорғаймыз. Так, слондар мықты менде. Слондар мықты. Қазір слондар екінші слонымды шығарам. Мына пешкі әлсіз өте. Так, жеді. Бізде жейміз. Әзірге позициямыз жаман емес. Тек мына слонды ойынға шығару керек уақытылы. 1,5 минут уақыт бар. Бізде енді уақыт қосылмайды бұл жерде. Сол себептен абайлап ойнаған жөн. Так, енді ладьясын не үшін алып келіп бұл жерге түсініксіз. Ферзбен шабуыл жасайым. Мына ладьяны қорғау мүмкін емес. Мына жерге келетін болса, ұстап алуға да болады. Мынаны бірінші қорғап алу керек, ана пешкін, содан кейін ұстап алатын мүмкіндікті қарастырып көреміз. Так, бізде қандай басқа мүмкіндіктер бар? Тролл карри дейді. Так, егер мен мына жерге ферзді қоятын болсам, ол қаяққа қашады ладьясымен? Сұрақ. Мына жерге берейін деп тұрма. Жарайды, мен бірінші слонымды шығарып алайын. Асығыс жоқ, пешкеге шабуыл жасаймыз. Е3-тегі. Так, ферзбен қорғады, тамаша. Енді мен бұлай егер ойнайтын болсам, олар не істей алады деген сұрақ туындайды. Так, менімше болатын сияқты. Ферзбен шабуыл жасап көрейін. Ладьясына ұсталды. Олар әрине жейді, сол кезде менде шахпен ұра мына жерді. Ары қарай атын жейм. Ладьясы тұрады. Сондықтан фигура точно ұтылатын болады, егер жейтін болса. Енді бұда басқа надежда жоқ. Немесе бұлай жеу керек. Так, жылдам ойнау керек. Сол айтқандай шах беріп көреміз. Ферзбен алмаса, ары қарай атты жейміз. Так, бізге бір шах беру мүмкін мына жерден. Қаша саламыз. Қорқатын түгі де жоқ. Ферзбен де жабуға болады. Шахтан қорқпаймыз. Позициямыз өте керемет. Бір пешкіміз, 5 пешкі. Бір фигурамыз артық екен, тамаша. Енді осыны ұстауға тырысу керек. Так, жеді. Ох, негізі матты жіберіп алыппын мына жерден. Ай. Уақыт азған кезде асыққан деген осы. Міне мына жерден мат еді, керемет. Сол мүмкіндікті жіберіп алып жатырмын. Так, енді бізде қандай мүмкіндік бар бұл жерде басқа? Бұзуыма болады, бірақ пешкіні бергімде келіп тұрған жоқ. Сол себептен ладьяны шақырамыз көмекке. Так, ферзбен кірді. Айырбасқа қоямыз. Ұтып жатқан кезде айырбастау керек. Привходпен енді бұл жерде жылдам ойнаудың техникасын қосамыз іске. Қазір мына жерден бұзу тәсілі басталады уже. Егер ферзбен қашатын болса, әне бұзу кетті. Жеуге болмайды, жемесе де болмайды. Бұл жерде уже екінші ладьяға линия ашылады қазір. Жағдайлары өте күрт қиындады. Так, ферзді қосатын болсақ та болады. Шах береміз. Ары қарай жейміз. Керемет кіріп жатыр барлық фигуралар. Енді мынандай маттан қалай құтқарылады екен? Оны табу өте қиын. Қазір осы кезде мат тұр бір ходта. Корольмен қашты максималды түрде. Енді атына шабуылды ұйымдастырамыз. Қазір шах. Міне осындай керемет мат береміз, шах береміз. Әрине ат жегеннен кейін осындай ферзбен мат береміз. Сіздерге ұнады деп ойлайым. Сіздерге ұнаса лайкты басуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Лайкты басып кетіңіздер. Менің
қай жерде тағы да мықты кодтарым болды, сіз қалай ойлайсыз, пікірді жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.